Алдımızda tüm berekesi келе жатыр. Мынау қазіргі айының оның ішінде бөлек айдың ең бір құдіретті төресі керемет ай деп есептелінеді Рамазан айы. Ауыз өткен елдерде болуы мүмкін. Оразаларыңыз қабыл болсын, Рамазан айы құтты болсын. Бүгін халықаралық қазақтың қоғамы интернет кеңістігіндегі қазақ тілі деген тақырыпта дөңгелек үстел өткізбекшіміз. Мұнда негізінен қазақ тілін дамытуда ақпараттық технологиялар пайдалану жағдайын деп отыр интернеттегі қазақ тілін қандай деген мәселелерге назар аударғандай. Сонда баста мынау пікір алмасуға ұсынылатын мынандай тақырыптар бар. Қазіргі таңда қазақ тілінде қандай бағдарламалық өнімдер бар және олардың мүмкіндіктері қандай? Сондай-ақ осы өнімдердің мемлекеттік тілде үйрену процесіне және оны іс-қағаздарын жүргізуге ендірудегі әсері қандай? Осы саладағы шетелдік тәжірибеде қандай оңды өзгерістер бар? Қазақ тіліндегі компьютерлік бағдарламаларды ендіруде қандай қиыншылықтар ұшырасады? Бұл қиындықтарға не жатады және оны шешудің жолдары қандай? Бұл жайында ақпараттық технология мамандарының пікірі қандай? Мемлекеттік мекемелерде қазақ тіліндегі компьютерлік бағдарламалардың қолдану деңгейі қандай дәрежеде және олардың тиімділігі қаншалықты? Интернет кеңістігіндегі қазақ тіліндегі ақпараттық ресурстардың өз салмағы және олардың қазақ тілін дамытуға тигізер ықпалы қалай? Интернеттегі мемлекеттік тіл порталының қызметі туралы. Ең соңында электронды үкімет бағдарламалары жобасы жөнінде де пікір алыссақ дейміз. Міне бүгінгі дөңгелек столға ұсынылатын тақырыптар осы. Ал енді соның негізгі мәжілісімізді бұл мәжіліске дөңгелек столға осы салада еңбек етіп жүрген адамдарды қамтуға тырыстық. Солар бір-біріне баяндама жасамыз. Солардың пікірлерін тыңдағымыз келеді. Оның бір жағында халықаралық қазақтың қоғамының басқа мүшелері, сосын осы ауылдық ұйымдардың хатшылары, төралқалары, тағы басқа тіл жанашырлары шақырылып отыр. Міне осы жиналысымызды бастамастан бұрын бір кішкентай халықаралық қазақтың қоғамының тарапынан жасалатын біздің тіл жанашырларына, күрескерлеріне деген бір ілтипатымыз бар еді. Рұқсат етсеңіздер, сол өткізіп алса рәсімді. Біріншіден мына халықаралық қазақтың қоғамының құрмет грамотасымен марапатталушылар. Біріншіден Жетпісбай Бекболатұлы, экономика ғылымының кандидаты. Жетпісбай Бекболатұлы халықаралық қазақтың қоғамы сізді мемлекеттік тілді дамытуға қосқан айрықша үлесіңіз үшін марапаттайды. Табысты жұмыс істеуіңізге тілектеспіз. Мұхтархан Мамырбекұлы Абаған, Алматы қалалық қазақтың қоғамы төрағасының орынбасары. Құрмет грамотасы. Құрметті Мұхтархан Мамырбекұлы, халықаралық қазақтың қоғамы сізді мемлекеттік тілді дамытуға қосқан айрықша үлесіңіз үшін марапаттайды. Соларға грамотаға қоса менің бір шыққан кітаптарым бар. Өз тарапынан да қосып сол сіздерге сыйлық ретінде әбіс көрмесіздер. Миразова Аягүл төрағасы, Алматы қалалық қаласы медеу ауданының гимназияның директоры. Бүгін қала жұртшылығы жақсы біледі. Ана 159 мектепті ол бастан біздің халықаралық қазақтың қоғамының да аяғынан
тікелей араласымыз болған. Содан бері аяғын көріп содан бері осы университеттің қазір тұрған ғана емес, шаңырағын биіктетіп іргесін кеңейтуге балалар керемет тамаша балалар тәрбиелеп. Сол үлесімізді айрықша ерекше ұстаймыз. Қаныбекова Гүлшахар. Сіз ақындысың ба? Қазақтың қоғамының жауапты хатшысы. Қазақ телефонның бастауы. Жақыпбекова Батиха. Ол бәкім баяғыдан бұның қары. Сенден мынау рамқысы неме өрмелесі? Қайсын бұдырында мұны? Рамқ оқылардың мойында. Сен жолында жүрген еңбегімізді айрықша бағалаймыз. Аман жүріп, сау болыңыз. Барсаева Ханым Сейітқызы. Ол қанегер көптен тілде шырылдап жүрген адабатының біреуі. Әңгімесін осы жолда табыс тілейміз. Аман жүріңіз, сау саламат жүріңіз. Ізгілік Нағи, Қазақ интернеті. Құрмет грамотасы мынандай көп. Қуантады. Ишебаев Сәбит Раисұлы. Димаш компаниясының қызметкері, лингвист өзі. Тілге келген көз расымен Қалай оқулық бағдарламаны авторы бұл кісі. Қалғандары YouTube фильмі жалпы ұсыныққа заң көзін тұрғызған дайын. Мынау марапатталған әріптестеріміз дайынбыз. Бәрімізге табыс тілейміз. Бәріміздің елдерімізбен жүру. Әрқайсымыз өзімізше үлес қосып, өзімізше жарымыз ауырып, мемлекеттіліге шырылдап, әлі күнге дейін келе жатсыздар. Осы жолдан қаймаңыздар. Айқайсыз сөз, ешкімді балағаттамай-ақ, ешкімді түртілемей-ақ, сабырлы, салмақты түрде біздің халықаралық қазақтың қоғамының ұйымдарда, бас ұйымдар нақты жұмыспен айналысып келе жатқан бұқаралық ұйым. Сондықтан арман қарай жатыр. Мемлекетімізбен, үкіметімізбен бірге, халқымызбен бірге жұмыс істей берейік ағайындар.